Менің анамның алғаш рет қазақша сөйлегенін естігем. Өткені біз тұрған Алматы облысында Ұлан деген ауыл бар. Енді 5 жасыма дейін анамның жанында жүрген адаммын ғой, қазақша сөйлейтін естімеген ол жерде. Ал Арысқа көшіп келгеннен кейін соны байқадым. Өткені үнемі анамнан орысша әңгіме ести бергеннен кейін бірінші рет қазақша сөйлегеніне таңғалғанымды әлі есімде. Онда ана сүтімен қазақ тілі... Енді толық айтуға болады. Өткені менің анам өзі де Нүкістің қызы. Нүкісте қазақ қарақалпақ балаларымен ойнап жүріп үйренген. Ол да мен осы жақында ғана бір жерде айттым осыны. Жалпы қазақ тілі маған бір жағынан ана тілі. Өткені менің анам қазақша біліп тұрып, мені біраз білмеген, көшеден үйреніп келген немесе көшеде түсінбей жатқан дүниелерді маған түсіндіріп беретін.